Мен бір ана бір көршім бар еді, баяғыда жер әжетхана қазам деп, туалет қазам деп үй жағынан қазып 15 метрден кейін, 15 метрден кейін бір ескі бір күміс ер тоқым тауып алды ғой жер астынан. Қой, ол іштен емес, мен бір досым бар. Бүйтіп ойнап қазып отқан ғой жерді. Не істерін білмей жер қазып отқан ғой. Оқу үйіне құдық қазғандай деген тексеріп көремін деп бүйтіп қазып отыр. Сөйтсе сағат шыққан ғой. Қойш. Мынандай үлкен сағат шығады. Қол сағат бар ғой, кімдікі? Ескі андай. Исторический сағат бар ғой. Кімдікі? Кім анау красный барқыт бар ғой, кім еді? О, вперед дейтін. О, деп жауға шабатын, вперед кім еді? Ана кім еді? Красный барқыт деймін, кім? Бупипай. Бупипай ме кім еді? Бір ана жауға шабатын, вперед. Наполеон десе. Наполеон. Сон сағатын тауған ғой, сон сағат. Вупипай деген батыр дестімеппін мен. Білмеп айтты, сол бес қаған не болған. Соның сағатын тауып Сон сағатын тауып отыр ғой, қазып отыр. Енді қара. Алтын сағат, ойлашы. Енді анау күміс ер тоқым тауып алған ғой. Соны қазайын деп астына қарай қазса, жылқысымен жатыр дейді ғой. Қош. Ол ерді анау сағатты бүйтіп тазалаған ғой. Тазаласа қол жатыр дейді ғой, бүйтіп Наполеон. Наполеон қолмен тауып алған ғой. Анау сөйтіп ана енді астына алайын деп енді ер тоқым бүйтіп ат жылқыны полный шығарып тепсе шауып кеткен ғой. Өзің ойлашы. Ана қолды бүйтіп қараған ғой сағатқа. Сөйтсе сағат чик деп жүріп тұр дейді ғой. Қатты кетіп қалдық жөді.